Сәлем достар, сәлем баршаңызға. Бүгінгі видео герань гүліне арналады, яғни филаргония. Бұның өзінің атауы сайттарда филаргония деп аталады. Міне қараңыздар. Мен қолымның жартысымен бірдей филаргония гүлі және осындай қызыл гүл ашатын герань гүлі. Бұл менде бір жылдық осылай өсіп тұрген герань гүлі. Бірнеше осылай гүлдері бутондар ашып тұрған, қараңыздар. Мынау енді ашайын деп келе жатқан бутондар. Герань гүлінің күтімі қандай? Герань гүлі күнді өзіне максимальны деңгейде басқа гүлдерге қарағанда герань гүлі күнді қатты тартады және жақсы көреді. Егер герань гүлін көлеңкеге қойып қоятын болсаңыздар, күн дұрыс жеткіліксіз болатын болса, онда герань гүліне міне қараңыздар, осындай сары пятнолар түседі жапырағына. Бірте-бірте сарғайып, герань гүлі түсе бастайтын болады. Бұл күн жетіспеушілігінен болады, қыздар. Бір жағынан екінші себебі міне герань гүлінің қараңыздар, мынандай тығыз орналасып өсуіне байланысты қырқылмаған, отростқа алынбаған. Содан кейінде осылай әр жағында, мысалы тасада қалып қалған, қуыста қалып қалған, күн жетіспейтін, мысалы арғы жағына күн тұрса, мына жағына дейін күн кейде жетпей қалады, сондықтан осылайынан болып тұр. Сол себепті барынша күн түсетін жаққа, күн түсетін терезеге қоямыз біріншіден. Екіншіден, сол күн түсіп тұрған терезеге бұл гүлді осылайынан алмастырып тұрамыз, қыздар. Яғни, мына жаққа түссе, енді сіз мына жағына қою керексіз. Екіншіден, мына жапырақтарындағы пятно, яғни мынау тұрған қара жолақты домалақ осы гүлінің бойымен бойлап тұрған, мына ортасында жоқ. Бұл қайдан пайда болады? Бұл күн жеткілікті болған деңгейде жапырақтарына осындай пятно түседі. Осындай дақ түседі. Міне, күн мысалына қаттырақ түссе, осылай тұрады. Міне қараңыздар. Колеус жылулық гүлі сияқты жапырақтарында пятно болады. Енді қалған жапырақтарында жоқ десеңіздер, міне қараңыздар. Сәл осенний, яғни сәл жарық түскен жақтарында осылай болады. Міне онша көрінбейді. Негізі табиғатында герань гүлі күн түспеген жақта, міне мына жағын көрсететін болса, қараңыздар. Герань гүліне міне мына күн түспеген жақтарында, негізі табиғатында қараңыздар, өздерінде осылай дақ болады. Міне күн көріп тұр, аңғарылып, міне осындай бүйтіп кеткен, мына жағында бөлек дақ болады. Бұл күн жеткілікті деңгей, мына жаққа күн қатты түсетін болса, онда мына жерде де тоже жаңағыдай қара жолақты пайда болады. Филаргония герань гүлі мына өзінің деткасын осылай өсіреді. Осылай ветвица етіп кете береді. Яғни қазақшасы бір-біріне параллельно, міне қараңыздар, 1 сантиметрден бір-біріне параллельно осылай биіктеп кете береді. Филаргония гүлі қалай ветвица етеді, яғни ұзарып өседі. Бутондарын қалай шығарады деген адамдарға, бутон деген жаңа жапырақ. Міне қараңыздар. Жаңа жапырақ бутондарын осылай шығарады, міне қыздар. Мынау уже недавно шыққан жапырақ, и мынау өзі жапырағын ашып келе жатыр. Осы жапырақтың ең төбесінде мынау сияқты, міне қараңыздар. Мысалы, мына жерде жапырақ өсіп ары қарай кеткен. Мына жапырақтың тұсынан мына жерден қисайып тұр ғой. Қисайып ары қарай өсіп кеткен. Неге? Себебі мына веткада гүл тұр. Яғни светонос тұр. Светоностарын шығарған кезде ары қарай шығаратын гүлдері осылай қисаяды, қыздар. Енді қазір астросқа алу ерекшелігін көрсетемін сіздерге. Енді міне мына жақта да тура солай. Мынау мысалы веткасы былай қарай қисайып ары қарай кеткен. Міне мына жерден бастап тік келеді да, мынау ары қарай қисайып кеткен. Не себепті десеңіздер, міне қараңыздар, мына жақта гүл өсіп қойған. Енді филаргония герань гүлі қай уақытта гүлдейді, қайтып гүлдейді деген адамдарға бірінші фишка: егер стволыңыз осылай қисаймай дүзу келеді де, былай жапырайып, қисайып ары қарай өсе бастаса, біліңіз, мынандай бір ұзын веткадан жапырақ емес, осындай гүлдейтін бутондар ашылатын болады. Яғни жаңа гүлдер ашылатын болады, қыздар. Қыздар, апалар, кенжектер деп сөйлейін енді қараңыздар, филаргония гүлі ауырса, жапырағының түсі осындай қалыпқа енеді. Бұл қалай ауырады? Су жетіспеушілігі, яғни құрғақтықты көтере алмайды, және қатты влага, қатты су құйып перелив қылып жерсеңіз,
және суарғаннан кейін бұл жапырағының түсі өзгерді десеңіз, суарғаннан кейін топырағын тез кептіретін және жапырақтары бодыр болатын күнге қоймайтын болсаңыз, жарық түсетін күн сәулесі қатты түсетін күнге қоймайтын болсаңыз, онда топырағында ылғалдықты жапырағына беріп, осындай түстерге енеді. Ала сарғыштанып сөйтіп тұрады. Енді мына сары жапырақты қайтеміз. Бұл сары жапырақты түбінен қиясыз, яғни түбінен алып тастайсыз. Түбінде өте бутондар көп, осылар үлкен болып өсіп, кішкентай болып қалмас үшін, міне қараңыздар мынандай. Мына түбінен 1 сантиметр қалдырып қиясыздар, либо міне қазір мен көрсетемін сіздерге. Бекіткішімді ұмытып кетіппін, сол шөпті кішкене қиыншылық тудырып жатыр. Міне мына сарғайған жапырақ. Соны қалай қиып алып тастаймыз, және оны не үшін қию керек? Міне 1 сантиметр қалды ма? Мына түбінен кетті міне. Түбінен кеткен кезде қандай болады? Және мына жерде 1 сантиметр қалады. Міне сарғайған жапырақ мына жақтан шығып тұр екен. Қидым қыздар. Міне түбінен. Қараңыздар. Бұл не үшін қажет? Бұл міне қараңыздар. Бұл өзі мына жағы қурап, ар жағы түседі. Бұл мына мамочканың веткасына солып қалмауына, повреждать етілуіне, яғни зиян келтірмеуіне 1 сантиметр қалдырып қияды. Негізі сары жапырақтың қию методы осылай. Ал енді мынандай түбімен қиям десеңіздер, мынандай жұлып қиям десеңіздер, өткенде де бір парт еткізіп, қатты күш салып, не стресс алатындай қимаңыздар, себебі ол кезде мына жақта өсіп кеткен мынандай веткасы бар ғой, мынандай таяғы үлкен қалың, сол повреждать етіліп, бүлініп, шіріп, сарғайып түсіп қалуы мүмкін. Түбінен тамырына әсер етуі мүмкін, сөйтіп бүкіл гүлдеріңіз өліп қалуы мүмкін. Сондықтан бәледен аулақ деп гүлдеріңізге зиян келтірмейін десеңіздер, осындай 1 сантиметр қалдырып, осылайынан өздеріңіз қайшымен, пышақтың көмегімен қиып тастайсыздар. Енді сарғайған мына жерде менде 3 гүл болып тұр, қазір үшіншісінде солай қиятын боламын. Барлық фишкаларын айттым. Енді герань гүлін қатты күн түсетін жерге қой дедім, қоясыздар. Содан кейін суару қалай болады? Бұл аптасына 1 рет суарылады. Қазір күздік уақытта. Жазда күн қатты түскен кезде, ол кезде болады аптасына 2 рет суаруға. Сосын мынандай үлкен куста өсіп тұрған герань гүлі, мынандай үлкен прозрачный емкістә тұр. Мына көгергендеріне мән бермеңіздер. Мынандай пышақты салатын болсақ, бұл көгергендер бұрыннан қалған, бұны бүйтіп тазартуға да болады. Просто құмыра таппай, апам мен келгенше отырғызып қойған ғой осындай кашпоға. Мен енді көбінде прозрачный қолданатынды білет, тамырларын қарап жүретінімізді білет, сол үшін осындайға отырғызған. Әлі тамырлары толықтай қабырғасына жетіп үлгерген жоқ. Бірақ та мынау бір 5 литрлік кашпо, осындай үлкен гераньға 5 литрлік болады. Не себепті? Енді қазір формировка жасаймыз. Енді сіздерге қалай оңайырақ көрсететінімді білмей тұрмын. Мына гүлдеген несі сабағы түсіп қалды. Мына өздігінен солады, ертең түседі. Так, формировка қалай жасаймыз? Яғни отростканы қалай аламыз? Гераньді суаруын айттым, және қандай топырақта отыр. Білесіздер, ауылда түсіріп атқаннан кейін міне кустар қаншалықты үлкен де үлкен сіздерге көрсеткім кеп тұр. Енді білмеймін, санап көрген жоқпын. Осыншалықты результат алып кеткен. Міне қараңыздар. Сосын тағы да бір көрсететінім, мынандай коричневый болып бастаса, қазір анығырақ көрсетейін. Қараңыздар. Осындай сарғайып чечулялар пайда болса, бұл ештен кетпейді. Бұл старый болып, уже қатайып келе жатыр деген сөз. Қатты болып, ствол. Ал егер мынандай жасыл болса, бұл молодой деген сөз. Естественно, сіздер қазір отростка алған кезде осылардың барлығыне қарайсыздар. Сосын герань гүлі нені көтермейді? Герань гүлі мына ұзарып бүйтіп өсіп кетеді ғой. Мысалы, мына ең үлкен ұзыны мынау. Мына гүл шығарып тұрған ұзыны міне мынау. Бөлек салақта осылай ұзын болып тұр. Осындай ұзын қылып өсіре беретін болсаңыздар, күшін көп жібереді да, қыстың күндері жазға дейін жеткізе алмай, көктемге дейін өлтіріп алу қаупі бар. Сол үшін герань гүлін күзде қысқартып отырады, яғни отростка алып отырады. Соның отростка алуын сіздерге көрсетем. Отростка қалай алынады? Ол үшін осындай қатты тез кесетін, гүлге зиян келтірмейтін, тез бүйтіп кесіп түсетін пышақ керек, одан кейін қайшы керек. Сосын
Мына жағында түбінде екі слой тұр, екі жаққа қарап кеткен. Біреу молодой, біреу старенький. Сол старенькийдан аламыз, себебі куст үлкен. Енді қалай аламыз? Мына жерде жапырақ жоғынан аласыздар. Мына жерде самый лысый болып қалған ғой. Міне осы жерден жапырақ жоқ жерден төмен жақтан 1, 2, 3 сантиметрге қалдырамыз, және мына жоғар жағынан 2 сантиметрде болса жетеді. Міне көріп тұрсыздар ғой, міне. Осы жерден қазір мен қиып аламын, қиғаннан кейін сіздерге көрсететін боламын. Одан кейін қыздар міне қиылды, тігінен қия беріңіздер, қиғаш қисаңыздар да өздеріңіз білесіздер, атроскасын қазір бөлек көрсетемін. Енді қиып болғаннан кейін мынандай тағы бір бөлшегінен домалақ қылып қиып болады. Бір жіңішкелігі 1 миллиметрдей болатындай. Бұл неге керек? Және ортасын бөліп, құлағыңыз ауырған кезде екі құлағыңызға салып қойсаңыз болады. Давление болған кісілерге герань гүлінің құлағына осылайынан салып, кішкентай 1 миллиметр қылып қиып салып қойсаңыздар, және де құлақ салқын тиіп ауырған кезде де шырышты бөлігін, яғни шырышты болып жаңа кесілген бөлігін саласыздар гераньнің. Ескісін емес, қурап қалған емес. Осындай герань гүлі құлаққа суық тигенге, давлениеге өте пайдасы зор. Герань гүлін не үшін өсіреді көбінде. Енді бір кустын алдық қыздар. Мына жағы осылайынан формировка жасалды. Яғни әдемі дөңгелек болып түсті. Енді екінші жағына алмастырайық бұлай. Енді қараңыздар. Мына жағы формировка жасалды. Яғни бұл бүйтіп домалақ күйінше, әдемі күйінше тұр. Ар жағына күн жетіспей, негізі алмастырмағанға бұлай. Енді бұл жағына тиіспейміз қыздар. Енді формировка мына жағына жасалады. Сол кезде сізде герань гүлі атроска алған кезде және октябрь-сентябрь айларында обрезка қалай жасалады? Желательно октябрьдің аяғына апармаңыздар. Октябрьдің 15-не дейін кесіп үлгердіңіз, болмаса кесудің қажеті жоқ деп айтам. Енді необходимо болса, прям срочно болса, онда болады. Енді қараңыздар, мына жағында да герань гүлі атроска алып болғаннан кейін полностью герань гүліңіз осылай домалақ болып тұру керек. Сіздің герань гүлдеріңіз біреу ұзын, біреу мына жаққа ұзын, біреу мына жаққа ұзын болып тұрмау керек. Ол кезде қай жаққа күшін жіберетінін білмей, астындағы жапырақтың бәрі сарғая бастайды. Енді естественно, мына жақтың бәрі гүл ашып тұр. Гүл ашқан герань гүліне былай қиюға болама деген кісілерге айтарым болады. Гүл ашып тұрған атроскасын алам төмен жақтан, сонымен болды. Максимально күші жететінде герань гүлінен максималды алған атроскаларыңыз 2-ақ штук болу керек. 3 штукке апармаңыздар қыздар. Апаратын болсаңыздар да гүлге одобрение беру керек. Білесіздер, перекіспен менің каналымда бар, гүлдерді қалай суару керек. Перекіс су, сол перекіс суға 2 тамшы кәдімгі йодты тамызып, сосын барып атроска алғаннан кейін герань гүлдеріңізге құйыңыздар. Перекіспен бар, соның үстіне тек қана 2 тамшы йодты құйып жіберіп, осы герань гүліне күз уақытысында осылай ғана пропитка жасайсыздар. Сентябрь, октябрь, ноябрь 3 уақыт болды. Егер осы 3 айда қиған болсаңыздар, яғни атроска алған болсаңыздар. Ал егер алмаса, осылай формировкаға қалдырсаңыздар да болады, бір атроска алып, ары қарай жақсы алып кетеді. Қыздар, қараңыздар, перекісті қалай суға, 1 литрлік суға жасайтынын сіздерге көрсеткен болатынмын, иә. Енді тура солай перекіс суды 1 литрге дайындап аласыздар да, екінші үстіне осындай павидон йод-ДФ сыртқы және жергілікті қолдануға арналған ерітінді раствор 50 мл осындай павидон йод алып алыңыздар. Неге бұл павидон йод? Спирт қосылған йод алмаңыздар. Кәдімгі обычный шыныдағы йод, оған спирт қосылады. Ал мынадағы йодқа бұл кәдімгі спиртсіз йод. Сондықтан йодты осындай ғана пайдалы. Осы йодты аламыз, үстіне 2 тамшы йод құясыздар перекіс суына. Содан кейін герань гүліне атроска алып болғаннан кейін, болмаса жаппай жапырақтары сарғайып жатырса, болмаса тағыда гүл ашуына да перекіс сумен осы йод үстіне араластырған су өте керемет әсер етеді. Бұл йодтың ерекшелігі құрамында спирт жоқ. Міне қарап тұрсыздар. Міне осылай істесеңіздер, одан кейін бұны ашып көрсеңіздер, иісінде спирт жоқ, кәдімгі тек қана йодтың иісі шығады қыздар. Ешқандай гүлге спирт қосылған зат қосуға болмайды.
Мысалы мен кейбір гүлдерде көріп қалам, нашатырный спирт қолданып жатқан. Мен оған қарсымын. Одан кейін йод қолданған кезде спирті бар йод қолдануға да қарсымын, қыздар. Спирт деген күйдіреді. Вот, спирттан құрсаңыздар болады. Себебі спирт адамның организміне де зиян. Ал ол гүлге де зиян. Спиртті тек бір жағдайда қолданады. Қандай? Ол тек растирание, балалардың температурасын түсіруге сумен араластырып, денесін шылқылдатып, сүртіп, болмаса жуып сол сумен, спиртпен сумен, солай ғана температура түсіруге көмектеседі. Басқа спирттің ешқандай көмегі жоқ. Мен білуімше. Енді тек укол салған жерге спиртпен обработка жасап, өлтіреді жаңағы денедегі микроб, жабысқан вирус, енді көрдіңіздер ме? Өлтіреді. Өлтіреді, бірақ ол күйдіріп өлтіреді. Түсініп жатсыздар ма? Сондықтан спирт қосылған йодты алмаймыз. Именно павидон йод. Еще қарасаңыздар, павидон йод сәл қымбаттау болуы мүмкін. Енді бұны мен міне қолданып жүрмін. Қанша болды өзімізге де гүлге де бұл 2 жылдай уақыт болып қалды алғаныма. Енді айтпаймын, что бұны арзан деп, білмеймін, мүмкін кәдімгі спирт қосылған йодтан қымбат, мүмкін арзан. Енді аптекадан сұрасаңыздар табасыздар. Сосын тағы да атроска алған кезде мән беретін жағдай герань гүліне. Мына жақта бір үлкен деткасы тұр, міне жаңа молодой. Мына жақтан бері қарай жүрген кезде лысый емес. Бұл жерден қалай аламыз? Прям шыпырлап тұр жапырақтар, қалай қиям деген кісілерге айтам. Мынау ары қарай сол детканың орнын алып кету үшін осыны қалдырамыз. Осы детканы қалдырамыз. Яғни қазір қиятын жапырақтың орнын басу үшін. Яғни мынандай талдың басу үшін. Ол үшін мынаған тигізбей, бұл өсіп кететіндей, бұған повреждать етілмейтіндей, қыздар, мына жақтан 2 сантиметрді санаймыз. Міне, былайынан 1 сантиметр, былай 1 сантиметр десе, мына жерде қисық өскен жерінен аламыз да, қиып түсеміз. Түбінен, егер герань гүліңіз кішкентай, түбінен алатын болып жатсаңыздар, мына түбінен 4 сантиметр тастамай герань гүлін атроска алмаңыздар, себебі ол шіріп кетеді. Побег берген күннің өзінде де мамочкасын жоғалтып аласыздар, яғни үлкен гүлді жоғалтып аласыздар. Бұл қатты қаралатын жағдай. Мына жақтан біреу алдық, мына жақтан біреу алдық, ортасында үлкен гүл ашып тұрған кусты қалдырдық. Енді формировканы бір қарайық. Қараңыздар, мына жақтан көп алынған көрініп тұр, мына жақтан аз алынған тағы көрініп тұр. Ол үшін міне осы атроска алынған жақты күнге қаратып қоямыз, яғни мына екі жақты. Мына жақты күнге қаратып қоямыз. Және кішкене жапырақтарын ашып, дүзеп, формировка жасаймыз. Сосын герань гүлін бұлай тұрғызып қойған желательно жақсы. Бұлай жатып өсетін болса, мына төбесі куст болып көтерілмейді де, екі жағына сорайып, бүйтіп өсе береді жан жақтарына. Сол үшін таяқпен алып тіреп, герань гүлін былайынан осылайынан таяқпен тіреп жан жағында осындай кусттарды домалақ қылып қойсаңыздар болады. Қыздар, қараңыздар, осындай шпажкалар бар екен. Осындай шпажка болса тіпті жақсы, 150-200, ары кетсе 400 теңге тұрады. Алып қойсаңыздар, кез келген гүлді тұрғызып қоюға болады. Қыздар, куст деген қалай болады? Міне, дөңгелек қылып формировка жасап, бар кеткені 5-ақ шпажка. Форма жасап, гүлдеріңізге әдемілеп дөңгелек, сопақша, бір жаққа алып тұратын ғып жасағыларыңыз келсе, осындай шпажка алғаңыздар. Шпажка әртүрлі бөлінеді. Үлкен гүлдеріңізге үлкен биік шпажка алсаңыздар болады, болмаса осындай средний шпажка алсаңыздар да болады. Мен енді средний бір пачкасын алып қойған, маған үлкен тағы да керек. Міне қараңыздар. Герань гүлінің атроскасын алу қасиетін көрсетті. Куст пайда болды. Енді қиған жерімізден тағы да үлкен осындай побегтар бере бастайды. Екі-ақ міне осындай атроска алдым. Және атроскасын қалай обработка жасау, қалай суға жасау керек, қай жапырақтарын қию керек, оны айтатын болам. Ең үлкені осы ғана болып тұр. Осы кустты көктемде әрі қарай тағы да қалай алып кетеді, солай формасын жасап, атроскасын жағдайын көрсетіп, мамочкасын жағдайын алда тағы да көрсететін болам. Ерекшелігін айттым герань гүлінің, және де мендегісі осындай қызыл гүл ашатын герань гүл. Пеларгония деп аталады. Керек емес, жапырақты қиып алдық, барлығы қалды. Енді формасын қалай келтіреміз атроскасының. Мыналар ертең суға салғанда бәрібір шіріп кетеді, сол үшін төмен жақтардағы барлығын былай алып тастайсыз. Барлығын осылай деткаларын барлығын алып тастайсыздар. Үлкен болса да амал жоқ. Себебі бұл бәрібір ертең отырғызғанда шіріп кетеді. Міне, осылайынан қалу керек. Мына жерде приблизительно 3 сантиметр тұр. 3 сантиметр осылай қалдырасыздар, төбесінде гүлі тұр. Гүлдеп тұрған герань гүлін атроска алуға бола ма деген қыз келіншектерге. Міне, бұл бірінші вариант.
мына екінші көстіде тоже мына жерде детка тұр, мына жақта лысый, өзі 2,5 сантиметр дайын тұр. Бұдан ешқандай ештеңе қимаймыз, ешқандай жапырағын алмаймыз. Енді герань гүлі қандай жағдайда мынандай бір стороны жағы лысый болып қалады. Айттым жаңа, күн жетіспеген жағында герань гүлі жапырақ бермейді, параллельный өспейді. Қай жақта сіздер күнге қалай жақсы қоясыздар, міне қараңыздар, мына жағы пышный да, мына жағында лысый ештеңе жоқ. Сол үшін герань гүлі максимальный деңгейде күнді жақсы көретін болғаннан кейін герань гүлін желательно қатты күн түсетін терезе немесе орындар, сондай орындарға орналастыру керек. Енді осыны қарапайым суға, кәдімгідей стаканға алып, стакандарыңыз қандай болу керек? Мен прозрачный стакан, либо емкость стеклянный, прозрачный, яғни бұл жерге де күн түсіп тұру керек, қыздар. Атроска алғаннан кейін атроскасында күні жақсы түсетін жерге қойыңыздар. Сол кезде тез тамырлап бейімделетін болады. Бұны октябрьдің аяғына дейін тамырлатып отырғызып үлгеруіміз керек. Сонымен бар видео осы, қыздар. Келесі видеоны кездескенше қош сау саламатта болыңыздар.